Қайырлы күн, қалайсыздар? Бұл менің мужское счастье гүлім, антуриум. Әп-әдемі керемет болып өсіп тұр. Монокалифосфатпен жапырақтарына су. Күнде болмағанмен де енді бір 2-3 күнде бір, аптасына бір рет кете бүркеймін. 5-6 жапырағы болатын. 2 жапырақ қана қалды. Не деп айтсам болады екен, жаңадан жапырақтарын қосты. Монокалифосфатпен жаңадан жапырақтары жақсы шыға бастады антуриумның. Енді жапырағымның мынандай шеттері қарайғандықтан мен ютубтан не көргем, лайфхак. Мен өзімді прям керемет бағбаншы деп айта алмаймын. Гүлдерді жаңадан өсіріп жатқандықтан өзім осындай информациялар жинаймын, жаңағы ақпараттарды мынандай етіп, тамырлар тұншықпас үшін тесіп қою керек екен, ауа кіру үшін антуриумға. Вроде басылғандай сияқты болды мына жапырақтарының қараюы. Обычно ана сарғайып жатса, су жетіспей жатыр деген сөз, ал егерде қарайып жатса, онда тамыры тұншығып жатыр деген сөз. Жаңадан жапырақтар шыға бастады монокалифосфатпен су бүркігеннен кейін. Және де міне мен өзім дұрыспанақ түбіндегі қоңырына нелерді алам деп жатып, мынау қызарыңқыраған не екен деп түсінбей қалдым да, қасында тұрған алып жұлып алдым. Бері қаратып қарасам, бұл өзінің гүлі екен. Өзім көптен бері күтіп жүредім, қашан гүлдейді бұл деп, гүлдесе жақсы болар еді деп. Ал енді бірінші гүлін үйге алып келгеннен кейінгі бірінші гүлім осындай болып қалды. Прям ренжіп тұрмын өзіме, неге жұлып алдым деп. Но енді менің бәрі де жақсы деген енді белгі болар. Бұл да өзіне ұнап жатыр деген сөз деп ойлаймын. Жаңағы осы гүлді мен кокосовый субстратқа отырғыздым. Мына жерде чипсы сияқты кокосовый. Өте жеңіл топырағы, жеп-жеңіл. Тамырларын жақсы өсіре бастады. Мында сіздерге көрінбейтін болар, воздушный корендерін жібере бастады. Мына бір екеу. Так, қанша жетеді? Мына жерден бір жаңадан өсіп жатқан, прям өте жақсы көреді екен. Мынандай кокосовый субстратқа отырғанды өте жақсы көреді екен. Мен бір байқауымша, мына тамырларын өсіруіне, еркін өсуіне жақсы. Ана қараңыздар, мына менің қолым қандай болып өсті. Хотя ол кішкентай болды басында.